Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгінгі ұстаз ұлы тұлға атты сұхбатымызда қонақта Жамбыл ауданы Айша Бибі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Төрткүлбаева Назима Телеуишевна. Бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, қош көрдік. Төрткүлбаева Назима Телеуишқызы 1974 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. 1997 жылы Жамбыл университетінің бастауыш сынып пән мұғалімі мамандығын тәмамдап, ұстаздық еңбек жолы Айша Бибі орта мектебінен бастау алған. Өзінің 30 жылдай ұстаздық жолында жүздеген шәкірттерінің жүрегіне ізденіс пен зерттеушілікті үйретуде жол таба білген жан. Сіздің кез келген сыннан сүрінбей өтетініңізді білеміз. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Экранда көрсетілген яшықтардан сұрақтар таңдап, соларға жауап беретін боламыз. Адам баласы мамандық таңдаудан қателеспеуі керек. Менің өмірдегі бақытым жүрек қалауымен ұстаз болу. Егер де қоғамға бейім, тәрбиелі де ізгі жүректі адам өмірге үлкен мақсаттар қойып, мақсаткерлікпен алға аттатсам, бұл менің өмірімнің ең шынайы әрі ғажайып мәні. Шәкірт жетістігі мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен шеберлігінің жемісі. Әрбір бала жарқыраған шамшырақ, оны жаға білген ұстаз ғана ұтады. Жарқыраған шамшырақты дер кезінде байқап, дер кезінде жаға білу керек. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы деп ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, шәкірттерімді шығармашылық ізденіске баулуды басынан қолға алғанмын. 2008 жылы, 2010-2014 жылдары облыстық мен зерттеуге үйренемін ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары атанса, 2020-2022 жылдары Зерде республикалық зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстары байқауының жүлдегерлері атанып, мектебіміздің мәртебесін көтерді. 4-ші сынып білім алушыларына арналған жас ізденуші авторлық бағдарламам білім алушыларды ізденуге, жобалар мен жұмыс жүргізулерін дамытуға бағытталған. Балаларға ғылыми жұмыс пен зерттеушілікті үйрету мақсатында аудан, облыс көлемінде бірнеше мектептерде өзімнің әріптестерім авторлық бағдарламаны оқу жоспарына енгізіп, тиімді қолданып жүр. Білім саласына елеулі үлес қосып жүргендіктен өзімнің еңбектерімді әріптестермен бөлісу қажет деп, ғылыми мақалалар, ашық сабақтар, тәрбие сағаттары, ғылыми жобалар, ғылыми баяндамалар, көш сабақтары жинақтап, баспа беттеріне жыл сайын жариялап отырамын. Мұғалімнің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру, шығармашылық өзін-өзі жетілдірудің негізі. Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы курсын аяқтап, руханият желілік қауымдастығының үйлестірушісі ретінде сабақтарда табысқа жетуге жағдай туғызу, жаңа заманға жаңа білім мазмұны тақырыбында мұғалімдермен өткізілген семинар, тренингтер үздіксіз ізденуді білдіреді. Ерікті болу ерлікпен тең. Мемлекет басшысының жарлығымен 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялады. Мектеп жанынан құрылған еріктілер ұйымының мүшесімін. Ерікті жұмыс істеу, өзгеге көмектесу қазақ халқының ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан қанына сіңген жақсы қасиеттерінің бірі. Ұстазсыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір, сусыз жер, көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Осымен бүгінгі сұхбатымыз тәмам. Ұстаздық жолыңызда сізге табыстар тілейміз. Рахмет сіздерге. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.